Сәлем достар, бүгін біз рәтедеміз. Енді біз уже жүгіріп келатыр. Қазір қараңыз, қазір не болады. Енді біз деген енді күнде каратеге қатысамыз, Айкөркем екеуміз. Енді біз қазір жаттығу істейміз, пока что емес. Енді біз жаттығу істеп жатыр. Каратенің жаттығуын істеп жатыр. Сендер дұрыс істемесеңдер, ол ағай ұрсады. Сіздер қатысаңдар, біз сізге көрсетеміз қалай істеуге. Сосын біз сендерге не істеу керектігін айтамыз. Ағай сіздерге айтады. Енді біз енді қараңыз, қалай істейтінімізді. Мен көп қатты жақсы көремін каратені. Сіздер қатыссаңдар, ағайға айтасыз, қатысайық па деп. Ағай оған көмектесіп жатыр. Енді ағай оған уже көрсетіп жатыр. Енді біз тоже қайталаймыз. Ағай оған көмектесіп жатыр. Бәріне сәлем достар. Бүгін біздер каратеге бардық. Біздер мұнда қалай ұруды, қалай защита жасауды, даже блокты үйрендік. Мұнда біздер аяғымызды көтеріп ұрып жатыр. Мұнда бізге аға беріп отыр. Біз қазір мұнда аяр алда тұрып, мен артта тұрамын. Қазір біздер оң аяқпен ұрамыз, содан кейін сол аяқпен ұрамыз. Біздер мұнда аяру екеуміз қазір аяғымызбен ұрып үйреніп жатырық. Мұнда оң аяқпен ұрып жатырық. Бірінші ұрасында деге табанды қоясында, содан кейін жерге қоясын. Солай айналып, бір жерге артқа қойып, бір жерге қолыңды қойып жүру керексің. Біздер әлі жаттығу жасап жатыр. Мұнда бізге үлкен балалар, үлкен қыздар үйретіп жатыр. Мұнда біздер блок жасап жатыр. Бірінші қолымызды крес қылтамызда, содан кейін басымызды қорғаймыз. Оң қолымды бірінші алға қоясын, содан кейін астына қоясын. Солай жасай береміз. Біздер солай жылдам жасауымыз керек. Біздер солай жылдам жасамасақ, бізге противниктер ұрып бастай береді. Мысалы, біздер қолымызды басымызға қойсақ, қисық тұрса, оң жақта тұрса, ол басқа жақта. Біздің басымызға ұрады. Ал басымызды қорғап, тағы да ішімізді қорғап тұрсақ, ол бізге противник бізге басымызға ұрса, қолымыздан сырғанап кетіп қалады. Ал ішімізді қорғанғанымызда кезде бізде бірінші күйдемізге қолымызды қойып, басымызды қорғап, содан кейін астындағы кеудедегі бір қолыңды ол противниктің ішіне бір ұрасын. Ал енді просмотрды көрейік. Мен күшті істеп жатырмын бар, достарым. Мен істеп жатырмын. Енді қазір Айкөркем көрсететін. Қазір шамалдан кейін Айкөркем көрсетеді. Мен өзім істеп жатырмын. Мені қыздардың атын білмеймін. Мені Айкөркем көмектесіп айтып жатыр. Одан да қатты істеп жатырмын. Қараңыз, мен көрсетіп жатырмын сендерге қандай дыбыс. Бірақ ол сіздерге айтылмайды. Сәлем достар, бүгін біз бүгінше үлкен топқа, ортаншы топқа қатысып жатыр. Мен Айкөркем мені алдымда тұр.
мені Димамен тұрмын. Айкөркем кіммен тұр? Арсенмен тұр. Мен мамам түсіріп жатыр. Мен айтып жатырмын. Қара. Мені қара, Айкөркемді қараңдар. Арсен и кім бар? Дима. Арсен и Дима бар. Бірақ олар орыс. Айкөркем екеуміз қазақпыз и орысша сөйлейміз. Сосын біз енді каратеге қатысып жатыр. Бізге күшті. Күрішкенін көрсетемін самалдан кейін. Мен бітіріп болған соң. Мен сосын маған күшті болды. Анда бірінші жүгіреміз, сосын жаттығу істейміз, сосын күресеміз. Жоғарыға барып, екі этажға. Сосын біз екі этажға барамыз. Сосын біз екі этаждан кейін бойға шығамыз. Мені біз жоғарыдамыз, енді біз бойға шығуға тұрық. Тренировка. Мен и ол. Мен жеңіліп қалдым. Мен тоқтап тұрам. Қараңдар. Мен қазір, Айкөркем қазір менің апытайым ол. Мені ол енді күрішіп жатыр. Енді мені Айкөркеммен и Назгүл. Қараңдар қалай қазір көресетін. Айкөркем жеңді. Сосын мен ертең біз біріншіден күресейін деп жатырмық қой бірінші күннен. Назгүл жеңді.